Ал политтехнология дегенді білесіздер ма? Политтехнологтар жұмысты жақсы жасайды. Өздеріне керек адамдарды мынау билікке қарсы қойып, мынау қоғамға жақсылап тұрып көрсетіп, енді қоғамды білесіз ғой, өзіміздің мынау биліктің дұрыс межелерін көрсетіп жүрсе, айтып жүрсе, соларды кәдімгідей ашық жариялап, қорықпай әкімдерге шығып бүйтіп жүрсе, оны мен ойлаймын, ол проект деп, ондай адамдарды. Өйткені бізде де өзіміз сөйлеген кезде де ойланамыз да, андай заң бар, мындай заң бар, кішкене жасқанасың ашық айтуға. Өйткені бұл менің ғана ойым деп қана сөйлейсің, бүйтіп сөйтіп қана сөйлейсің, тікелей айта алмайсың. Тікелей айтсаң, сол күні сені жабады. Ал сондай адамдар бар, қалай айтса да оларға ештеңе болмайды. Ол политтехнологтардың, политтехнологияның жұмысы негізі. Сол үшін да сыни ой салып ойланыңыздар. Жақсыны жаман қылып көрсетеді, жаманды жақсы қылып көрсете салады. Сіздер білмей де қаласыздар, алданып қаласыздар көп нәрсеге. Сол үшін да олар көтереміз деген адамды жұртқа жақсылап тұрып көрсетеді. Сосын ақырындап оны проект қылып итеріп, билікке әкеліп сөйтеді. Білесіздер ғой, қаншама арамызда депутаттар да бар, ондай жақсы сөздер айтып, нетіп, тікелей айтты, бірақ оларды ақырындап сындырды деген сияқты. Бұл саясатта білесіздер ғой, билік жеңеді көбісінде. Өйткені олардың басатын механизмдары көп. Механизм көп болғасын, көп адамның несін біледі, ауыратын жерлерін біледі, соған басып жүреді, оған болмаса уже конкретно нетеді. Сол үшін да политтехнологияны біліңіздер. Көп нәрсені, сіздер жақсы деп жүрген нәрсенің оның артында не тығылып тұрғанын ойланыңыздар. Көп нәрсе тығылып тұрады оның артында. Сол үшін да ойланыңыздар, саясатқа араласыңыздар.